Қайырлы күн достар, сіздермен Аяжан, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен қызыл ірімшік жасайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, маңызды жерлерін жіберіп алмаңыздар. Алдымен таза сүтті ыдысымызға құятын боламыз. Менде піскен сүт, піспеген сүт қолдансаңыздар да болады. Енді ысып қайнайын деп жатқан кезінде айран құямыз. Менде сүтім сәл қайнап қалды, бірақ еш нәрсе етпейді. Осылайша 2 литр сүтке 200 грамм айран қосып жақсылап араластырамыз. Айранымыз біркелкі араласуы қажет, осылай іртік болып бастайды. Сол кезде қазанымыздың астын орташа баяу отқа қоятын боламыз. Егерде айрандарыңыз ащы болса, 100 грамм қоссаңыздар болады. Менде тәтті айран, сол себепті 200 грамм айран қостым. Және де 3 литр сүтке 300 грамм айран солай-солай қоса берсеңіздер болады. Бетін жауып 1-2 сағат қайнатамыз. Міне осылайша қайнап бастайды. Сарсу болып бөлінеді ірімшігіміз. Осылай 1,5 сағаттан кейін қатты тәтті болған қаламасаңыз 2 литр сүтке 100 грамм қант қосып, осылайша қантымызды жақсылап араластыратын боламыз. 200 грамм қант қоссаңыз да болады. Егер қатты тәтті болсын десеңіз, мен 100 грамм қант қостым. Осылайша жақсылап араластырып тағы да қайнатамыз. Ірімшігіміздің түсі қызарып, осындай түс болады. Менде барлығы 3 сағат қайнаттым. Міне 3 сағаттан кейін осылайша сүзгіге сүзіп алатын боламыз. Енді суынан бөлінуі керек. Сүзгіге сүзіп алғаннан соң орамал дәкеге саламыз. Ірімшігімізден суы толықтай бөлінуі қажет. Және де осылай сүзгінің үстіне қойып, қатты ыдыспен бастырып қойсаңыздар болады, немесе тарелкаға салып бастырсаңыздар да болады. 1-2 сағаттан кейін алып пайдалана берсеңіздер болады. Мінекей, менде бір түнге қалып қойды. Мінекей, турап таңғы асқа ұсына берсеңіздер болады. Өте дәмді шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Үлкен кісілерге, шаймен ішкенге өте жақсы екен. Рецепт ұнаған жағдайда каналға тіркеліп, лайк баса кетіңіздер. Алдағы уақытта оңай жеңіл рецепттермен бөлісіп отыратын боламын. Мінекей, осылайша тарелкаға салып, ұсына беруге болады. Ас болсын баршаңызға.